Армысыздар, отырар телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Нариман. Алдымен аңдатпа. Бүгін Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қатысты істі қарай бастады. Елімізде мектеп оқушылары үшін оқу жылы 2 қыркүйекте басталады. Сонымен қатар 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ каникул уақыттары белгілі болды. Көп қабатты тұрғын үйлердің кіре берісіне балалар арбасы мен велосипед, самокат және басқа да жеке заттарды қойғандар енді әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал бұл жаңалыққа тұрғындар не дейді? Бүгін Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қала әкімдігі ғимаратының алдында 5 рет оқ атып жарақаттаған қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қатысты істі қарай бастады. Іс бойынша айыпталушы деп 31 жастағы Ернар Жиенбай танылған. Сотқа Берденов денсаулығына байланысты қатыспады. Судья оны сот талқылауына келуге міндеттеді. Сотталушы қылмыстық істі алқабилік қатысусыз қалауды өтініш білдірген, сондықтан бұл істі жеке дара судьяның өзі қарайды. Бүгін Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты қала әкімдігі ғимаратының алдында 5 рет оқ атып жарақаттанған қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қатысты істі қарай бастады. Іс бойынша айыпталушы деп 31 жастағы Ернар Жиенбай танылған. Қалалық тұрғын үй басқармасына қарасты тұрғын үй Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы директоры болған ол сотқа айдауылмен жеткізілді. Жиенбай қылмыстық кодекстің адам өлтіру бабы және қылмысқа дайындалу және қылмысқа оқталу бабымен айыпталып отыр. Жиенбай Ернар Жиенбайұлы Шымкент қаласының аумағында жеке адамға қарсы аса ауыр дәрежеде қылмыстық бұзушылық жасауға оқталған. Яғни Жиенбай 2025 жылдың сәуір айының 21 күні сағат 13:30 шамасында Шымкент қаласы Республика даңғылы нөмір 12А мекенжайда орналасқан тұрғын үй Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ғимаратында мердігерлердің жиналысын өткізген. Содан Жиенбай Шымкент қаласы әкімдігінің құрылыс нысандарының мониторинг жүргізу басқармасының бөлім басшысы Кенжебаевтан ұялы телефон арқылы Шымкент қаласының әкімі орынбасары Берденовтың тұрғын үй Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор лауазымынан өз еркінен арыз жазып кетсін деген туралы айтқанын естіп, адамды өлтіру, яғни адамға құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ой пайда болған. Прокурордың айтуынша айыпталушы әуелі ішімдік ішкен, сосын үйінен аңшы мылтығын алып, ешкімге білдірмей қылмыстық ойын жүзеге асыру амалына кіріскен. Сотта айыпталушы өзін фото-видеоға түсіруге қарсы болды. Судья оның өтінішін қанағаттандырды. Онда Жиенбай 12 калибрлы Сайга 12 маркалы аңшылық қаруын 9 дана патрондарын атып көріп, аңшылық қарудың атуға жарамды екеніне көз жеткізген. Жиенбай адамды өлтіру, яғни адамға қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ойын сәтті жүзеге асыру үшін Молдабековке өзінің жоспарлаған қылмыстық ойын жария етпей, соңғының Hyundai Tucson маркалы автокөлікті басқарып, Шымкент қаласы Қаратау ауданы, Нұрсат мөлтек ауданы, Назарбаев даңғылы 17А үйдің жер төлесіне паркингке келген. Әрі қарай Жиенбай жоспарлаған қылмыстық ойын сәтті жүзеге асыруға Молдабековтың кедергі келтірмеу үшін көлік құралынан түсіп, Жиенбай Hyundai Tucson маркалы автокөлік құралын 21.04.2025 жылы психикалық белсенді затты пайдалану және мас болу фактісін анықтау үшін медициналық куәландырылған нөмірі 11347 санды қорытындысына сәйкес жеңіл дәрежелі масаң күйде басқарып Шымкент қаласы Тұран ауданы, Самал мөлтек ауданы нөмірі 387 үйіне қайтқан сыңайлы танытып, Шымкент қаласы Қаратау ауданы, Нұрсат мөлтек ауданы, Назарбаев даңғылы нөмірі 10 мекенжайда орналасқан Шымкент қаласының әкімдігінің ғимаратын басқарып келген. Қала әкімдігі ғимаратының автотұрағына келген Жиенбай қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовтың жұмыстан түнгі 9 шамасында шыққанын көріп, оған қарай қарумен оқ жаудырған. Автокөлікті айналып қашып жүрген Берденовті қасақана өлтіру мақсатында 5 рет патрондарды атып, 12.06.2025 жылғы сот кешенді және сот медико-криминалистикалық сараптама қорытындысына сәйкес 10 кеуде торының еніп, өкпенің төменгі бөлігін, қабырға аралық артерияларын, диафрагманы көптеген жарақаттанумен бұтыраларды оқ қару жарақатын салып, жәбірленушіге ауыр дәрежелі дене жарақатын салған. Әрі қарай Жиенбай
жарақаттанған Берденовтің жерде құлап жатқанын көріп, соңғының қасына жүгіріп барып, қолында болған 12 калибрлы сайга 12 маркалы аңшылық қаруымен бақылаулы контрольны оқ атуға әрекет жасаған. Алайда қарудың оқ жатарында оқ дәрумендерінің тасуына байланысты соңғы оқты атуға мүмкіндігі болмаған. Денсаулығына байланысты ем қабылдап жатыр. Денсаулығына байланысты сотқа жәбірленуші Руслан Берденов келмеді, оның құқығын сотта адвокаттары қорғап жатыр. Берденовтың өкілі судьядан істі адам өлтіру бабының 1-ші бөлігімен емес, осы баптың 2-ші бөлігі 9-шы тармағымен қайта тергеуге жіберуді сұрады. Сот оны қанағаттандырмады. Іс бойынша басты сот талқылауы 6 тамызда өтетін болды. Таза Қазақстан акциясы аясында Қошқар Ата өзенінің бойы тазартылды. Мұнда күн сайын 6000-ға жуық тұрғын шомылуға келеді. Сондықтан жауаптылар тұрғындардан қалатын қоқыс көп дейді. Ал науқан негізінде келушілерден қалған қалдықтан жиналып, өзен маңындағы өскен тал дарақтар ретке келтірілді. Қошқар Ата өзенінің шомылуға рұқсат етілген аймағына күніне 6000-ға жуық адам келіп суға түседі. Ал демалыс күндері бұл көрсеткіш 2 еселенеді. Әсіресе аптап ыстықта келушілер саны күрт көбейеді. Келушілердің артуы салдарынан өзен айналасында қоқыс та көп жиналады дейді мамандар. Сондықтан мұндағы тазалық жұмыстарына 20 адам жұмылдырылған. Ал Таза Қазақстан акциясы аясында тағы 20-дан аса адам көмекке келді. Демалушыларда қалған, өздеріне қалған қоқыстарды тазарту жұмыстары күнделікті тұрақты жүргізіледі. Таза Қазақстан акциясынан кейін қазір бүгін таза өлкеден 23 қызметкер, өзіміздің учаскеден 20 қызметкермен сенбілік жұмыстары жоғары деңгейде өткізілуде. Қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы тазалық акциясы арнайы бекітілген кесте бойынша жүзеге асып жатқанын жеткізді. Бізде Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясын өткізу бойынша арнайы іс-шара жоспар бекітілген. Іс-шара жоспарына сәйкес қазіргі таңда 50-ге жуық арнайы экологиялық акциялар ұйымдастырылды. Жыл соңына дейін жалпы 150-ге жуық экологиялық іс-шара акциялар ұйымдастырылады. Айта кетейік, Таза Қазақстан акциясы аясында Шымкент қаласында 25 000 тоннаға жуық қоқыс шығарылған. Бұл жұмысқа 3-ші мегаполистік 500 000-нан аса адам атсалысқан. Елімізде мектеп оқушылары үшін оқу жылы 2-ші қыркүйекте басталады. Сонымен қатар 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ каникул уақыттары белгілі болды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Ал балалардың 90 қорытындысы аясында алатын демалыс уақыты алдағы бейнематериалда. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі мектеп оқушыларының оқу жылының басталуына байланысты мәлімдеме жасады. Хабарламаға сәйкес оқу жылы 2-ші қыркүйек күні басталады. Алайда білім күніне арналған салтанатты жиынның уақыты мен күні әр мектептің педагогикалық кеңес арқылы белгіленбек. 1-ші тоқсанда оқу уақыты 8 апта. Күзгі каникул 2025 жылғы 27 қазанда басталып, 2 қарашаны қоса алғандағы 7 күнге созылады. 2-ші тоқсан 8 оқу аптасынан тұрады. Қысқы каникул 2025 жылғы 29 желтоқсанда басталып, 2026 жылғы 7 қаңтарды қоса алғандағы 10 күнге жалғасады. 1-ші сынып оқушылары үшін қосымша демалыс 2026 жылғы 9 ақпаннан 15 ақпанды қоса алғандағы 7 күнді құрайды. 3-ші тоқсан 10 оқу аптасынан тұрады. Көктемгі каникул 2026 жылғы 19 наурызда басталып, 29 наурызды қоса алғандағы 11 күнге созылады. 4-ші тоқсанның ұзақтығы 8 оқу аптасын құрайды. Ал оқушылар үшін оқу аптасы 36 аптаға жалғасып, сабақ 2026 жылдың 25 мамырында аяқталады. Оқу жылының тоқсандары мынадай мерзімдерде өтеді. 1-ші тоқсан 8 апта, 2-ші тоқсан 8 апта, 3-ші тоқсан 10 апта, ал 4-ші тоқсан 8 апта.
Айта кетейік, биыл мемлекеттік мереке саналатын Қазақстан Республикасының Конституциясы күні сенбіге тұспа-тұс келді. Еңбек кодексіне сәйкес, егер мереке демалыс күніне тура келсе, қосымша демалыс келесі жұмыс күніне ауыстырылады. Яғни бұл атаулы күн 1 қыркүйек дүйсенбіге тура келген. Нұргүл Жолымбетова, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Түркістан облысында тұрғындарды жеке қабылдап, өтініш талаптарын тыңдау тұрақты түрде жалғасып келеді. Облыс әкімі Нұралхан Көшеров кезекті жеке қабылдауын өткізіп, азаматтардың мәселелерін тыңдады. Салаға жауапты тұлғалармен бірге тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелердің шешу жолдарын зерделеп, тиісті тапсырмалар жүктеді. Жеке қабылдауға бірнеше аудан, қаланың азаматтары келген. Олар бірқатар маңызды мәселелерді ортаға салды. Түркістандық тұрғын жер мәселесін қозғады. Кезекті тұрғын робототехника бағытында турнир өткізуге өтініш білдірді. Ал төлебейлік азамат Зертас елді мекеніне спорт кешенін салу ұсынысын жеткізді. Өзге де мәселелер тыңдалды. Облыс әкімі азаматтардың өтініш тілектерін назарға ала отырып, жоғарыда көтерілген мәселелерді шешу бойынша қажетті шаралар көрілетіні айтты. Шымкентте тыл ардагерлеріне арнап кезекті медициналық тексеру ұйымдастырылды. Шара барысында зейнет жасындағы азаматтар, терапевт, кардиолог, офтальмолог сынды дәрігер мамандардың қабылдауында болып, қан қысымы, жүрек қағысы тексерілді. Тіпті ішкі құрылыстарын ультрадыбыстық тексеруге түсірді. Қалакүл Алшабаева 91 жаста, 2 бала 4 қызынан 12 немере 16 шөбере сүйіп отыр. Талай жыл Қазақ Телекомда жұмыс жасап, зейнеткерлікке шыққан қария бүгінде өз еркіммен ары-бері жүре алмай қалдым дейді. Сонда да денсаулығыма мән беріп, дәрілерімді түгел ішіп отырамын дейді. Айтуынша ақ халаттылар жиі келіп медициналық тексеруден өткізіп тұрады. Докторларға да рахмет. Кел деген уақытта келіп тұрады. Анализдерін алып тұрады. Қиналсақ көріп тұрады шырағым. Басқа не айтам шырағым, денсаулық кәрілікке бар ғой бізде. 90 жаста оңай емес шырағым. Шағымыңыз бар ма жалпы денсаулығыңызға қатысты? Ешқандай шағым жоқ. Докторларымызға да рахмет. Жұлдыз деген қызымыз бар, келіп кетіп тұрады. Жағдайымызды біліп тұрады. Анализімізді алып тұрады, әкеп тексеріп тұрады. Беретін дәрісі болса беріп тұрады. Басқа не айтам шырағым, одан басқа. Бірақ тамағым ауырып жүр, сен барып жүрсің ғой. Шералыға бір ертіп баршы десем айтады. Ой, үшін докторға бару керек, жұлдыздан қағаз алу керек, онан кейін бару керек. Өзі сөйтіп жүргенде қояды ол тамақта. Сол шырағым. Айтар басқа жаман сөзім жоқ. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Үйге келіп тексеріп бәрін көріп астындар. Игі шараның мақсаты егде жастағы тұрғындардың денсаулығын қадағалау, аурулардың алдын алу және қажетті медициналық кеңес беру дейді дәрігерлер. Сондықтан терапевт, кардиолог, лор сынды ақ халаттылар келген. Олар қарияны бір-бірлеп тексеріп, тіпті ультрадыбыстық зерттеуге де түсірді. Номер 2 қалалық ауруханаға қарасты аймақтарға келіп, жоспарлы түрде тыл ардагерлердің үйлеріне кіріп шықтық. Қазір соңғы келген апамыз 91 жаста. Біз бүгін жалпы 5 тыл ардагерінің үйіне кіріп шықтық. Барлықтарының жағдайлары өз жастарына енді сай, жақсы, ешқандай анау айтқандай шағымдар жоқ. Енді азыр буындар ауырады, кейбіреуінің қан қысымы көтеріледі, немен давление учетта тұрады екен, жүректің ишемиялық ауруы бар. Мамандардың айтуынша мұндай тексерулер жүйелі түрде ұйымдастырылып тұрады және егде жастағы азаматтардың денсаулығын жақсартуға сеп болады. Нұргүл Жолымбетова, Дабран Абдиев, Джессика Мор, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Ақпараттар легін экономика жаңалықтары сабақтайды, арна қосылы болсын. Отырар телеарнасындағы экономикалық жаңалықтар топтамасы Черемушки маркетінің қолдауымен шығады.
Ұлттық банк төрағасы теңге бағамына ықпал ететін негізгі себептерді айтты. Тимур Сүлейменовтің сөзінше бірінші кезекте бұған мұнай мен басқа да экспорттық тауарлардың әлемдік бағасы әсер етеді. Одан бөлек сауда серіктестерінің нақтырақ айтқанда импорттаушылар тарапынан шетел валютасына сұраныс артыпты. Осы факторлар есебінен теңге шілдеде әлсіреген. Сондай-ақ былтыр бюджеттен инфрақұрылым, әлеуметтік қолдау мен мемлекеттік сатып алуларға деген шығындар едәуір артқан. Бұл да бағамның төмендеуіне ықпал еткен деп жазды Тимур Сүлейменов Фейсбуктегі парақшасында. Жыл басынан бері саудагерлер жалпы соммасы 31 триллион теңгеге тауар сатқан. Шетелдік компаниялармен келісімдердің арқасында саладағы инвестиция көлемі де 25%-ға артып 440 миллиард теңгеге жуықтады. Қазір елімізде 750 мыңдай дүкен мен сауда орталықтары бар. Онда 1,5 миллионнан астам адам жұмыс істеп, жалпы ішкі өнімнің 19%-ын қамтамасыз етіп отыр. Айта кетсек, елімізде шілденің 3-ші жексенбісі, яғни осы апта сауда қызметкерлері күні атап өтілмек. Осыған орай сауда жүргізіп отырған азаматтарға арналған мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Сауда саласы біздің еліміздегі адамдарды жұмыспен қамтып отырған ең үлкен саланың бірі. Жылдар бойы қажырлы еңбек етіп жүрген сауда саласының ардагерлерін, осы салаға еңбегі сіңген қызметкерлерді медальдармен, төсбелгілермен марапаттаймыз. Қазақстандық авиакомпаниялар биыл 7 миллион 200 мың жолаушы тасымалдады. Көрсеткіш былтырмен салыстырғанда 6%-ға артқан. Бұл туралы авиация саласын дамыту бойынша өткен жиында айтылды. Соңғы жылдары елімізде 20 ұшу-қону жолағы, 19 терминал реконструкцияланып, Түркістанда жаңа әуежай салынды. Алдағы уақытта салаға 2,9 миллиард доллар инвестиция тарту көзделіп отыр. Соның есебінен Қатон-Қарағай, Зайсан, Кендір сондай-ақ Арқалық туристік аймақтарында жаңа әуежай салынбақ. Тағы да 10 ұшу-қону жолағы мен 10 терминал реконструкцияланады. Арнайы техника паркі жаңартылады. Жиында қаралған басты мәселе жүк авиакомпаниясын құру. Бүгінде әлемдік жүк авиатасымалы артқан, яғни көлемі 57 миллион тоннадан асады және оның 15%-ы Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы өтеді. Сондықтан премьер-министр жүк авиатасымалын құру бойынша дайындық жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Отырар телеарнасындағы валюта бағамы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының қолдауымен жарық көреді. Назарларыңызға 28 шілдеге арналған валюта бағамын ұсынамыз. Ұлттық банктың ресми мәліметі бойынша еуро 639 теңге 2 тиын, ақш доллары 544 теңге 87 тиын, Ресей рублі 6 теңге 88 тиын, Қытай юаны 76 теңге 2 тиын. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы мемлекеттік білім беру гранты негізінде және ақылы негізде бакалавриат, интернатура, магистратура, резидентура және докторантура деңгейінде медициналық және фармацевтикалық бейіндегі жоғарғы білікті мамандарды даярлауды жүзеге асырады. Академия жанында медициналық колледж жұмыс істейді. Ол емдеу ісі, акушерлік іс, мейірбике ісі, фармация, стоматология бағыттары бойынша орта буын мамандарын дайындайды. Оқытудың барлық деңгейлері бойынша білім беру бағдарламалары аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігімен аккредиттелген. Үздіксіз кәсіптік білім беру факультетінде қосымша білім беру бағдарламалары іске асырылады. Барлық талапкерлерді Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында білім алуға шақырамыз. Қаламызда еуропалық өнімдерді тек қана Черемушки маркетінен таба аласыз. Мұнда күтім мен тазалық үшін тиімділігі дәлелденген шампунь, жақпамай мен тіс пасталар бар. Сондай-ақ тұрмыстық тауарлардың сан түрі де осында. Бірегей неміс технологиясы арқылы маркеттің өзінде дайындалып, пісірілетін нан өнімінің 30-дан астам түрі дүкен сөрелерінде самсап тұр. Жаңа піскен нанның керемет иісі мұрын жарады. Мұндағы Бельгия шоколады, хош иісті шай мен кәмпиттер, соус пен түрлі дәмдеушілер сіздің асыңызға керемет дәм, дастарханыңызға сән береді. Ал біздегі дәмі тіл үйірер шұжық пен ірімшік өзінің қуатты нәрімен айрықша. Сүт өнімдері, балалар тағамдары, сусындар мен шырындар және балғын жеміс жидектер бәрі жоғары сапалы. Жақындарыңыз үшін ең жақсы деген жаңа жылдық сыйлықтарды да осы Черемушкидан таңдап алуға болады. Олай болса, Черемушки маркетіне келіп өзіңіз үшін нағыз Еуропаны ашыңыз.
Шымкент жоғары педагогикалық колледжі 20 жылға жуық техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім саласында технологиялар бейіндері және қолданбалы бакалавриат біліктілігі бойынша білім беру қызметін атқаруда. Шетелдермен Еуропа, Ұлыбритания, ақш, Түркия, Азия және достастық елдерінің білім беру ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастықтың кең тәжірибелері бар. 2023 жылы институционалдық аккредиттеуден және мемлекеттік аттестаттаудан сәтті өтті. Мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 8 март көшесі 22, телефон 506-136. Хабарым жалғастырамыз. Ет бағасы бақылауға алынды. Естеріңізде болса, осыдан бірер күн бұрын ет бағасы күрт көтеріліп, келесі 5000 теңгеге дейін жеткенін айтқан едік. Айтулы проблемаға байланысты жауапты басқарма өкілдері әлеуметтік тауар бағасын бақылауға алды. Етті негізсіз қымбаттатты деген 200-ден астам шаруаға шара көрілді. Сонымен бағаның өсуіне не себеп? Жауапты өкіл бағаны тұрақтандыру үшін қандай шара қолданды? Сюжеттен көріңіз. Шымкентте жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына негізсіз баға көтергені үшін 200-ден астам кәсіпкер жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 15 кәсіпкер ет өнімі бойынша тәртіп бұзған. Сондықтан қалалық ауыл шаруашылығы басшысы әлеуметтік бағамен сатылатын сауда нүктелерінен ет сатып алуға кеңес береді. Айтуынша қалада етке қатысты дүрлігу жоқ, дегенмен бағаның өскені рас. Ауыл шаруашылығы басқармасы бұл өсімді нарықтық факторлармен байланыстырып отыр. 60-тан аса жуық объектілер бар. Оларда жылдың басынан бізде еттің бағасы тұрақты. Қазіргі таңда 2600-2500 теңге болса, жылдың басында 2400 теңге болатын. Бұл баға тұрақты. Бізде 19 түрлі тауар бар, әлеуметтік тауарлар. Оларға біз бағаны тұрақтандыруға міндеттіміз. Оның ішіне мына ет кіреді, ол сүйегімен бірге ет. Кәдімгі сүйегімен бірге ет. Грудно-лопаточный дейді бұны. Оның бағасы енді қазір мәселе тек қаланың базарларындағы бағасы. Ол жерге басым бөлігі қалаға Түркістан облысынан келеді еттің көбісі. Енді жылдың басынан айтарлықтай бір өсім байқалады ол жерде де етке. Өйткені экспортта көбейді облыстан, мынау көршілес республикаларға бізде жем шөптің бағасы соның бәрі әсер етті. Сондай-ақ Талғат Мекенбайдың айтуынша сүйектісіз ет әрдайым қымбат жүреді. Сондықтан оның бағасына әсер ете алмаймыз. Қазірде әлеуметтік емес орындардағы баға сүйекті ет 3800 теңгеден бастап, сүйексіз ет 4500 бен 4800 теңге аралығында, тартылған ет шамамен 4000 теңге. Базаларда бұл баға одан да жоғары болуы мүмкін. Әлеуметтік бағада ет сататын Бақадүрдің айтуынша, баға қолжетімділігі болғандықтан ет тез сатылып жатыр. Әлеуметтік бағалар әкімшілік жағынан 2620 теңгеден грудинка лопаточный еттеріміз бар, доступны. Азанда ерте клиенттеріміз келеді, уже барлығы біледі, что здесь социальное мясо бар. Осыларды азанда алып кетеді. Бағаны тұрақтандыру үшін ауыл шаруашылығы басқармасы Түркістан облысындағы Қасқасусы және Бәйтерек шаруа қожалықтарымен келісім-шарт жасаған. Еттің көтерме бағасы 2620 теңгеде белгіленген, бұл дегеніміз жақын арада ет бағасы халық үшін қайтадан қолжетімді болмақ. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Полицейлер жол қозғалысы ережелерін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Түркістан облысында заң және тәртіп қағидатын іске асыру аясында көлік көп жүретін жолдағы жол көлік оқиғаларының алдын алу, жүргізушілердің жауапкершілігін арттыру және жолаушылар тасымалын бақылауды күшейту мақсатында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жазғы демалыс кезінде облыстық патрульдік полиция батальоны мен аудандық полиция бөлімдерінің қызметкерлері лагерлерге жіберілген балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қызметтік автокөлікпен ілесіп алып жүрді. Сонымен қатар полицейлер азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында жол қауіпсіздігі бойынша бейне роликтер мен QR-кодтары бар жаднамалар таратты. Осы орайда мамандар балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу жұмыстарын жетілдіру, балалар арасындағы жол көлік оқиғаларынан болатын жарақаттардың алдын алу ерекше бақылауда екенін атап өтті. Көп қабатты тұрғын үйлердің кіре берісіне балалар арбасы мен велосипед, самокат және басқа да жеке заттарды қойғандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ереже бұзушыларға айыппұл салынатыны туралы ескертпелерде берілген.
Алайда аналар мұнымен келіспейді. Толығырақ тұрғындармен тілдесіп қайтқан тілшіміз тарқатады. Жанар Ергешбаева 6 баланың анасы. Ол 18-ші шағын аудандағы көп қабатты тұрғын үйдің 4-ші қабатында талай жылдан бері тұрып келеді. Соңғы жаңалықты естіп жағамды ұстадым деп отыр. Айтуынша балалардың велосипеді мен самокаты бар, қалаберді қол арбаны ары-бері тасып жүру оңай емес. Сондықтан кіреберіске қалдырады екен. Ол аздай тар жерге тамаша бола алмаймыз дейді. Әрине қаршымын, осы 76-ші дом, 37-ші квартирада тұрамын. 6 бала шағасының анасымын. Сондықтан великтерді неге подъезге қоймайды деген заңға қарсымын, конечно. Потому что одан басқа талай заттарымыз бар, біздің үйге сыймаймыз. Лоджи не болған тағдырда да оның қысқа жетіп банка санкамыз бар, мысалға, олардың бәрін қақып қойымыз. Қарсымын, конечно, ондай шыққан заңға. Коляска, велик деген нәрсені енді көтеріп шығару, көтеріп түсіру, оны невозможно. Лифт болса, другое дело, да? Ескі үйлерде қадағы лифт жоғары көтеріп түсірудің өзі болмайды. Тұрғын үй подъездерінің кіреберісінде жеке заттарды қою әкімшілік жауапкершілікке алып келеді. Ереже бұзушыларға айыппұл салынады. Осылай деген учаскелік инспекторлар үй төрайымдарына арнайы ескерту қағаздарында таратқан көрінеді. Алайда бұл хабарландыруға құлақ асқан тұрғындар жоқ дейді үй төрайымы. 18 Мөлтек ауданында 76-шы дом, 78-79-шы дом домком. Бірақ бұнда извещение келген бізге, подъезге қоюға болмайды деп. Соның бәрін біз таратқамыз. Әр квартираға, әр неге подъезге таратқамыз. 3 үйге таратқамыз. Бірақ жұрт қайқа қояды. Действительно, қарсымыз жабып қалады. Жүре алмайсың, особенно кемпірлер сүрініп не қылады. Қарсымыз, бірақ енді жұрт қайқа барады. Үйінде орын жоқ болса, сушилкаға көтеру 4-ші этаж, 5-ші этаж, это очень қиын. Сол үшін енді бір жағынан қарсымын, бір жағынан оларды ойлаймын. Милиция участковый берді. Ішкі істер департаментінің участковый берді. Маған не берді, соның бәрін қойғандарға, түкіргендерге, қандай штраф бәрін жіберген. Соны халыққа тараттыңыз деді. Мен тараттым бәріне. Бәрі біледі. Бірақ амал қанша. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары өрт орын алған жағдайда кедергі келтіретін жағдай туындаса, санитарлық және өрт қауіпсіздік ережелерін бұзатын болса, кез келген адам міндетті түрде айыппұл арқалайды деп отыр. Нақтырақ айтатын болсам, 410 бап техникалық регламенттерде белгіленген талаптарды қоспағанда өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу немесе орындау деп аталады. Осы баптың 1-ші тармағына сәйкес техникалық регламенттерде белгіленген талаптарды қоспағанда ұйымдарда, ғимараттарда, құрылыс жайларда, құрылыстарда, тұрғын үйлерде, қоғамдық орындарда, ауыл шаруашылығы алқаптарында, технологиялық қондырғыларда, жабдықтарда, агрегаттарда және өзге де мүлікте Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу немесе орындамау, жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 15, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 50, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 410 бабына сәйкес өрт қауіпсіздік ережелеріне бей-жай қарау, салғырттық таныту 19.660 теңге айыппұл салуға келеді. Ескере кететін тағы бір маңызды жайт бар. Егер осы заң бұзушылық нәтижесінде адамдардың денсаулығына, өміріне зиян келсе, іс қылмыстық жауапкершілікке ұласады. Нұргүл Жолымбетова, Дабран Абдиев, Джессика Мор, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінгі ақпараттарға алып қосар ойыңыз болса, экранда көрсетілген QR-ға кіріп пікір қалдырыңыз. Ал біздің бүгінгі айтарымыз осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. шілдеде Шымкентте күн ыстық болады. Күндіз ауа температурасы +33 градус, түнде сынап бағанасы +20 градусты көрсетеді.
29 шілдеде Түркістан қаласы мен Түркістан облысында күн ыстық болады. Ауа температурасы күндіз +32 градусты, сынап бағанасы түнде +18 градусты көрсетеді.